Сәлем достар, бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы ет асып бешбармақ дайындайтын боламыз. Осы видеода сіздермен бірнеше лайфхактармен бөлісетін боламын. Яғни қамырды қалай біркелкі етіп жаюға болады, бешбармақтың қамырын қалай алдын ала дайындап қоюға болатыны туралы лайфхактар айтатын боламын. Дайын болсақ бастайық. Ең алдымен етімізді пісіріп алуымыз керек. Менде мұздатылған жылқы еті, үстіне су құйып қайнататын боламын. Сорпа қайнағанға дейін картошка, пияз сәбізімді ашып дайындап алуым керек. 5 үлкен картошка және 1 үлкен сәбіз дайындадым. Тұздығы үшін 2 пиязды ашып дайындап алдым. Оларды бірден сорпаға салмаймыз, өйткені езіліп кетеді. Сорпа бір қайнап шыққан кезде бетіндегі көбігін алып тастау керек. Және егер қазы салсаңыздар, қазыны тесіп алуымыз керек, өйткені теспесек жарылып кететін болады. Менде тұздалған ет болғандықтан мен сорпаға тұз салған жоқпын. Егер сіздер тұздалмаған ет қолдансаңыздар, онда сорпаға тұз салыңыздар. Етіміз піскенше біз қамыр елеп алуымыз керек. Қамырды ет қайнаған сорпаға елейтін боламыз. 2 стакандай сорпаны сүзгіштен сүзіп алып дайындап аламыз. Егер тұзы төменде болса, тұз салып алыңыздар. Менде тұзы жақсы болғандықтан бірден ұн салып қамыр елеп бастадым. Қамыр елеген кезде қаттылау етіп елеуге тырысыңыздар. Қамырыңыздың тұзы ащылау етіп жасасаңыздар, қамырларыңыз езіліп кетпейтін болады. Екінші вариант, сіздер сумен жасасаңыздар да болады. Ол кезде суға 1 жұмыртқа салып қамырды елеп аласыздар. 10 минутқа демалуға қойып қоямыз. Етіміз пісіңкіреп қалған кезде картошкамыз бен сәбізімізді салып, оларды да пісіріп аламыз. Қамырымыз демалғанша біз тұздық дайындап алайық. Ол үшін мен 2 пиязды майдалап турап алдым. Сорпаның бетіндегі майын алып сүзіп алатын боламын. Оны тұздыққа қолданатын боламыз. Сорпаңыз мөлдір болу үшін оны сүзгіштен өткізіп алсаңыздар болады. Тұздық үшін 2 немесе 3 стакандай сорпа қажет болады. Осы сорпаға жаңағы турап алған пиязымызды салатын боламыз. Газдың астын жағып 2-3 минут қайнатамыз. Сонымен бізде тұздық дайын болады. Оған дейін біздің қамырымыз демалып, дайын болып тұр. Тағы 5-6 рет басып алып 5 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біздің картоптарымыз бен сәбізіміз пісті. Оларды бөлек алып қоятын боламыз. Етімізді де бөлек алып қоямыз. Бешбармақтың қамырын пісіріп алу үшін сіздер ет қайнаған сорпаны қолдансаңыздар болады. Алайда маған қайнаған сорпа керек болғандықтан мен сорпаны сүзіп алып қойдым. Ал қамырды мен қайнаған суға салып алатын боламын. Елеген қамырларыңыз қаншалықты демалса, соншалықты жеңіл және оңай жайылатын болады. Ең алдымен қамырды осылай басып 2 қолымызбен жайып алатын боламыз. Сол кезде оқтаумен жайғанда оңайырақ жайылады. Қамырдың ортасы да 2 шеті де біркелкі болып шығу үшін осы видеода көрсетілгендей етіп 2 жағын бүктеп жайып алсақ болады. Сол кезде қамырыңыздың 2 шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмайды. Біркелкі, бір қалыңдықта болып шығады. Менде қамыр дайын болды, енді кесіп алуым керек. Кескен кезде өздеріңіз қалаған үлкендікте кесіп аласыздар. Мен 7-8 сантиметрдей етіп бөліктерге бөліп алдым. Бұл жерде мен қамырды алдын ала жайып алдым. Енді оны мұздатқышқа салып қоятын боламын. Қонақтар 3 сағаттан кейін келеді. Менде оған дейін қамыр мұздатқышта тұратын болады. Қазанға суымды құйып қайнатып аламын. Қамырды салатын кезде мұздатқыштан шығаратын боламын. Осылай мұздатқышқа салып сақтайтын болсаңыздар, қыздар, мүлдем бір-біріне жабыспайды, піскен кезде езіліп кетпейді. Және осы мұздатқышқа салған қамырыңызды 1 аптаға дейін сақтауға болады. Ыдысымыздың астына кішкене тұздығымызды құйып аламыз. Қайнап тұрған қазанымызға қамырымызды салып пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, қыздар, мұздатылған қамыр бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығатын болады. Қамырды 2-3 минут қайнатсаңыздар, уже жеткілікті болады. Піскен қамырымызды сүзіп алып,
ыдысымызға салып шығамыз. Артық қалып қойған бешбармақтың қамыры болса, осылай мұздатқышқа салып қойсаңыздар, ертесі күні немесе 3-4 күннен кейінде оны мұздатқыштан алып қолдана бересіздер. Салып алған қамырымыздың үстіне тұздығымызды салып араластырып аламыз. Тағы бір айтып кететін жайт, қыздар, қамырды мұздатқышқа салған кезде оны ешқандай пакетке де салмайсыздар, ешқандай орамайсыздар да. Осындай бір ыдысқа салып, видеода көрсеткендей етіп, просто салып қоясыздар мұздатқышқа, ол сол күйі сақталып тұра береді. Етімізді, қазымызды салып алдық, енді картоп пен сәбізімізді салып, өз қалауларыңыз бойынша әрлеп шықсаңыздар болады. Міне достар, бүгінгі дайындаған бешбармағымыз дайын болды. Бүгінгі видео сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер де өз лайфхактарыңызбен бөлісіп отырыңыздар комментарий бөлімінде. Каналымызды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басыңыздар. Каналымызға өтіп, басқа да видеоларымызды қарап шықсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын достар. Қазақ тілді каналды бірге қолдайық. Әрбіріңіздің комментарийіңіз біз үшін өте маңызды. Сондықтан қолдап кетіңіздер достар.